Біздің команда Карнор Макс, кішігірім командамыз. IT-решение для экономии времени в SAPR. SAPR деп атқанымыз ол енді проектировщиктер қолданатын жүйелер ғой, программалар. AutoCAD, Revit, Navis дегендей. Менің кішігірім компаниям соларға арнап плагин немесе бөлек программа жазумен айналысатынбыз. Осы уақытқа дейін әртүрлі кастомдық шешімдер шығарып жүрдік. Кастомдық дегенде нақты бір адамдардың қалауларына ыңғайласқан, бірақ басым көпшілікке келе бермейтін плагиндер жаздық. Тек қана бір компанияға ыңғайлы болатын дегенде. Өйткені біз тек қана программистерден құралғандықтан аналитикамыз әлсіз болды. Жан-жақтан сұрастырып жүрдік. Проектировщиктердің өздерінен де сұрастырып жүрдік. Бірі мынау керек, бірі мынау керек деп әркім өзінің жұмысын айтады, әркім өзінің проблемаларын айтады. Бірақ сондай бір осыған тоқтаймыз дейтінде бір жүйе қалыптаспады ешқандай. Сөйте келе басшылықта жұмыс істеп жүрген, жоғары жақта жұмыс істеп жүрген мамандармен сөйлескен кезде олар нақты жауап берді және бірнеше жерден қайталады. Осы проектті бастамас бұрын тағы бір кісі соңғы нүктесін қойды. Оның айтқысы келгені мәселе плагиндарда емес, мәселе техникалық мүмкіндіктерде емес. Ол тез жұмыс істей алатындай мүмкіндігі болғанның өзінде де адами фактор ол әрдайым бірінші жолда дейді, маңыздылығы. Біліктілік әрдайым техникалық мүмкіндіктен жоғары тұрады. Егер қысқа нұсқа айтатын болсақ, адамдар әртүрлі, жауапкершілік деңгейі әртүрлі, тағы не болса болады. Біреулер жалқау, біреулер шынымен де қолынан келмейді, біреу үйренгісі келмейді, біреу ескімен жүре бергісі келеді, жаңашылдыққа бой бермейді дегендей. Олардың барлығын біліктілікке сыйдырып жіберсе болады. Soft skill және hard skill деп, қолынан не келеді және өзі қандай адам дегендей. Енді басқарушыларға ең маңыздысы ол нәтиже және уақыт. Уақыт тіпті маңыздырақ та шығар. Қандай да бір қысқа уақыт ішінде дұрыс нәтижені бере алатын адамдарды командада ұстау және солармен жұмыс жасау, басқару дегендей. Осы әлдеқайда маңыздырақ сұрақ дейді. Бағанағы Астана Хабтың конкурсындағы бірінші пункт осыған келеді деп ойлаймын. Удаленное управление. Енді біздің проектінің шамамен өзектілігі осы. Оны шешу үшін мен сайт жасамақшымын. Сайт жасағанда оған әртүрлі адамдар тіркеледі, өзінің проектісін құрады, проектісін тапсырмаларға бөледі, задачи на подзадачи деп бөледі, сосын оны әрқайсысына жауапты адамдарды бекітеді, оған уақыт қойылады. Trello деген сайтты қолданған болсаңыздар, тура соны көз алдарыңызға елестетсеңіздер болады. Неге кастомный қылып оны қайттан жазып жатырмыз? Өйткені арнайы осы архитекторларға, арнайы осы гейп, гап, басқа да менеджерлерге арнап кішкене өзгертуіміз мүмкін, кішкене қосатын жерін қосуымыз мүмкін. Сол себепті проекттің жүрер жолы осындай. Жақсы. Осымен жетеді шығар бұл видеода. Келесіде техникалық жағына ауыса берейік жайлы.